Сәлем оқырман. Тәуіржан мен Зарина таныстығы басталды. Кеше болса кездесіп жақсы таныстық болғанын айтты. Үшінші адамсыз бола осы жобада. Сәтдәулет болса Заринаны қимай жүргенін білдірді. Тәуіржан өлең айтып жарысып кетті. Екеуінен жақсы керемет ән естідік. Заринаға деген екі жігіт таласып жүрме. Тәуіржан болса Заринаға шоқ гүлдері мен мысығын алып келген болатын. Ал Маржан ханым болса әлі де жігітін ұмыта алмай жүрген секілді. Таныстықтары жақсы жалғасуда. Ал пікірлерге көшсек, Тәуіржан мен Зарина шынымен жарасады екен. Мүмкін керемет жұп болып кетеді. Бірақ Зарина өзіңді тым жоғары ұстама, қанағат керек. Алтын балықтағы кемпірдің кебін киіп қалма. Бағаласан бақытың болар. Сәтдәулет неге қызғанасын, керек пе? Осы қыз. Бұл қызға әлі келмейді ғой романтика жағынан. Тәуіржаннан келеді, Заринанын өзі айтып отыр ғой. Талай таныстықтар болды, таңғылдыратындай деп. Жүрсін сол секіріп бір жігіттен екінші жігітке. Маржан ойбо барын салып жатыр ғой. Олайда бұлайда өзін көрсетіп, ашылып әдемі болып типа өзіме қайтарам деген мақсатта. Сатик таласып өлең айтса соған мәз. Сәтдәулет тартып алшы дегендей. Дейді көрермен, сіз қалай ойлайсыз?